Балалар, сабағымызды жағымды көтеріңкі көңіл күймен бастау үшін психологиялық сәтті өткізіп алайық. Бәріміз орнымыздан тұрдық. Қане бәріміз бірге. Армысың ару күн, армысың асыл дос, бос өтпей әрбір күн, білімге білім қос. Жарайсыңдар балалар, орныңызға отырыңдар. Армысыздар, құрметті ата-аналар, оқушылар. Былтырдан бері елімізде орын алып отқан індетке байланысты бүгінгі ашық есік күні ата-аналармен Zoom байланысы арқылы жүзеге аспақшы. Құрметті ата-аналар, бүгін сіздер біздің әдебиеттік оқу сабағынан өткелі отырған ашық сабағымызға қатысып, балаларыңыздың білімін көріп, соңында кері байланыс жасай аласыздар. Сабағымызды біздің сыныптағы Айшаның әжесінің осы сабаққа берген бір тіл иегі деп айтуға болады. Сол кісінің сөзінен бастасақ деп отырмын. Ендеше Айшаның әжесі сөз кезегін өзіңізге беремін. Айшаның әжесінің тілегінен кейін біз барлығымыз сабаққа белсенді қатысып, жоғары деңгейде өз білімімізді көрсетеміз деп ойлаймын. Біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтіннің тақырыбын анықтап, ондағы негізгі ойды анықтау және өлеңді пайдалану үшін әдіс құрастыру, шығармашылыққа негізделген сұрақтар қоя білу. Балалар, жаңа Айшаның әжесі қандай өлең оқыды? Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай Алтынсарин қандай өлең оқыды? Кең балалар болды. Мінеки бала. Бұл өлең бізге бұрыннан бірінші сыныптан таныс па? Иә. Бірінші сыныптан таныс. Бүгін мінеки бала, біз Ыбырай Алтынсариннің тағы да бір шығармасымен танысқалы отырмыз. Ол үшін алдымен Ыбырай Алтынсарин кім екен? Сол туралы бізге Айша айтып берсе.
Тастан сарай салғызды, айшылық алыс жерлерден көзінді ашып жұмғанша жылдам хабар алынғанызды. Айша жалғасты. Аты жоқ құр арбаны, 1000 шақырым жерлерге күн жарымда барғызды. Адамды құстай ұшырды, мал істейтін жұмысты, отпен суға түсірді. Отынсыз тамақ пісірді, сусыдан сусын ішірді. Теңізде жүзді балықтай, дүниені кезді жалықпай. Білгендерге осылар, бәрі дағы анықтай. Білмегенге қанықтай, біз де бекер жаппалық осыларға таныспай. Жарайсың, Жаннұр. Ат өнері біліспес, бәйгеге түсіп жарыспай. Желкілдеп шыққан көк шөптей, жана өспірім достарым, қатарын кетті-ау алысқай. Ұмытылыңыз қалыспай. Назар. Біз надан боп өсірдік, еттегі сақаларды. Өнер жігіт көркі деп ескермедік мақалды. Біз болмасақ, сіз барсыз. Өмір екен достарым, сіздерге бердім батамды. Жарайсыңдар балалар, тізбектеп оқулардың тамаша шықты. Енді бәріміз тақтаға назар аударайық. Қараңызшы, нені суретін көріп тұрмыз? Суретке қарайық. Нені көріп тұрмыз балалар? Жекпе-жек деген екен білесіңдер ма? Ол не бала? Дуэль дейсіңдер, иә? Яғни бала жұптық дуэль деп айтып атамыз. Яғни бір оқушы қарсы оқушыға кезекпе-кезек өлеңнің мазмұнына қарай жұмбақ жасырады, қарсы отырған оқушы оған жауап береді. Жекпе-жектің сұрақтарын Айым өзің бастай қой. Рахмат. Айшылық алыс жерлерде көзді ашып жұмғанша жылдам хабар жеткізген. Ол не? Ол телефон. Камерада. Інжу. Аты жоқ құр арбаны 1000 шақырым жерлерге. Күн жарымды барғызды. Ол не? Ол поезд бен машина. Жақсы. Келесі. Адамды құстай ұшырды. Ол не? Ол шар. Маска түсіре алады. Маска түсіре. Жұмысты. Жұмысты. Отпен
иә? Жұптық дуэль, жаңағы жекпе-жекте егер сұраққа жауап бере алсаңдар, жауап қоя алсаңдар, сол жерлерге де өздерінің балдарыңды қойып отырыңдар. Оған 2 балл беріледі. Келесі жұмысымыз балалар, топпен жұмыс жасаймыз. Топтық жұмысқа кезек берейік. Тек қана келесі жұмысымыз балалар, топпен орындалады. Топтық жұмыс балалар. Біз QR кодпен жұмыс жасап жүрміз. Қазір тез-тез 4 топқа бөліне қояйық. Бірінші топқа телефондарыңды шығарып, мынау QR кодты сканерлесеңдер, сендерге тапсырмаларын шығады балалар. Екінші топ, төртінші топ, қазір бересің. Үшінші топ. Ал енді оқы. Ашылды ма тапсырмалар балалар? Екінші топ сендерге қандай тапсырма шықты? Кәнекей, Айбек дауыстап оқышы. Масканы ашты, хат оқы. Өлең жолдан өркендегіш құралдармен сәйкестендір. Өлең жолын Дамир оқи ғой. Адамды құстай ұшырды, айшылық алыс жерлерде, теңізде жүзді балықтай жаңа өспірім достар. Осының түйінеу қайсы, эпитет қайсы, соны сәйкестендірдір. Мына парақтарға жазуға болады. Үшінші топ тапсырмалар ашылды ма? Үшінші топ. Айғаным оқы тапсырманы. Қандай тапсырма шықты? Ыбырай Алтынсарин кім? Ол туралы не білесің? Түсінікті ма тапсырма? Тапсырма түсінікті болса, 4-ші топ дайындаламыз. 3-ші топ. Ауызша дайындаламыз. Бетте жазбаша жазбаша. Так, 3-ші топ. Ашық қойдыңдар. Тапсырманы оқиды, Ердәулет оқы дауыстап. Теңіз жүздің ат өнері білінбес бәйгеге жарыспай. Топтық жұмысты барлығы бітірген көріп отырмын. Екінші топ бірінші болды. Жарайсыңдар. Содан кейін 4-ші топ болды, 3-ші топ болды. Бірінші топ кішкене тапсырманы аша алмадыңдар, жақсы. Енді тапсырмалардың дұрыс еместерін тексерту үшін тағы да бір штрих-код берем. Сода дұрыс жауап берілген, өз жауаптарымен салыстырыңдар балалар. Қай жауап дұрыс екен? 4-ші топ, мына кодты ашсаңдар, дұрыс жауаптары шығады. Екінші топ қайда бізде? Екінші топ, бірінші топ, өз жауаптарын дұрыс-бұрыстығын тексеріңдер балалар. Үшінші топ, тексеріңдер балалар. Бірінші топ, негізгі ойды білдіріп тұрған бөлікті таптыңдар ма? Онда 3 балл қоясыздар. Екінші топ, түйне мен эпитетті ажыратсаңдар, өз балдарыңдар. Үшінші топ, 4-ші топ, жауаптарын салыстыра отырып, балдарыңды қойып шығыңдар. Ал енді балалар, сабағымыздың қорытынды бөліміне де келіп жеттік. Ыбырай Алтынсариннің өнер білім бар жұрттар өлеңін оқи отырып, барлық нәрсеге өнер, білім, ғылым, еңбектің арқасында қол жеткізетінімізді не істедік? Білдік, түсіндік. Ендеше балалар, біздің келесі сабағымыздың кезеңі болашақ өнер тапқыштар деп аталады. Жалпы балалар, күнделікті өмірде болсын, әлеуметтік желіде болсын, лайфхак дейтін терминді біз естіп біліп жүрміз. Ол қандай мағына береді деп ойлайсыздар? Кім айтады? Кім айтады? Еңлік айта ғой. Лайф деген өмір деген сөз, хак деген ол жаңа заттарға, бұрынғы заттарға жаңа өмір сыйлау дегенді білдіреді. Яғни соны лайфхак жасай отырып, не істейміз? Бұрынғы заттарды жаңа заттарға айналдырамыз. Жақсы отыра ғой. Айша, сен қандай ой қосасың? Лайф деген ол заттар. Жалпы лайфхак дегенді қалай түсінесің? Лайфхак дегенде мен былай түсінемін. Біздің елімізде келгеніміз өте кесілі
сөзбен айтпай, іспен жасап көреміз. Өткен сабақта айтқан болатын. Бір лайфхак жасап көрейік, соған өзден дайындалып келсеңдер деп едім. Дайындалып келдіңдер ме соған? Көрсетуге дайынсыңдар ма? Меніңше кім қандай лайфхак дайындауға келді? Және бала ол кез келген лайфхак болмау керек. Ата-ананың жұмысын жеңілдету үшін. Көмек ретінде сен қандай лайфхак жасар едің деп тапсырма берген болатын. Ендеше бала сол тапсырмаға кезек берейік. Айша, ата-ананың жұмысын жеңілдету үшін сен қандай лайфхак ойластырып келдің? Мен ата-ананың өмірін жеңілдету үшін осындай лайфхак ойластырдым. Біздің үйде кішкентай бөбелер дәрі ішкілері келмесе, міне осылай дәрі бергенде ішкілері келмесе, олардың өмірлерін жеңілдету үшін шырының артына осы дәріні қойып, оның ішіне трубочканы салып береміз. Сол кезде ата-аналардың өмірі жеңілдейді. Яғни сен ойлайсың, осы лайфхак арқылы ол бөпесіне тез-тез дәрі береді деп отырсың, иә? Жақсы бала, Айшаға қошемет көрсетейік. Ұнады ма Айшаның лайфхагы? Ал енді Айғаным? Әр бала өзінің анасын аспаз деп санайды. Мен өз анамның өмірін жеңілдету үшін осындай лайфхак ойлап таптым. Аналарымыз тамақ істеп жатқанда кейбір дәнді дақылдарын көбірек қосып жібергенде тамағымыз бүлініп қалуы мүмкін. Ол үшін мен осындай лайфхак көрсетемін. Қандай? Бұл күріш, керек дәнді дақылды салфанға салып аламыз. Содан кейін керек емес бутылканы бас жағын кесіп аламыз. Содан кейін осылай салып қоямыз. Және де ашамыз. Крышкасын жабамыз. Сонда бұл төгілмейді. Ал керек кезінде ашып қоя аламыз. Яғни бала, мынау біздің сол қапшық, яғни ыдысымыз, салафан ыдысымыздан қандай күшті, иә бала, қараңдаршы. Мен де осыны жасаймын, Айғаным үйге барып, маған мына лайфхак өте ұнады. Көрдіңдер ме? Үйге барып балаларға көрсетуге болады. Жарайсың. Бұл жерде Айғаным бос бөтелкеге осындай бір жаңа өмір сыйлапты деп айтуға бола ма? Ұнады ма? Айғанның лайфхагын бас бармақпен бағалайықшы балалар. Бас бармақпен? Жақсы. Тағын көрсетем дейді. Ал енді балалар, болашақ өнертапқыштар отыр екен арамызда, біздің арамызда. Солай сенемін. Болашақта қазіргі ғылым білім дамыған уақытта одан да жақсы, дамытатын, біздің ата-анамыздың жұмысын жеңілдететін болашақ өнертапқыштар сендердің араларында отыр деп сенемін. Бағалау парақтарына жаңағы лайфхак көрсеткен оқушылар 3 балл қоя алсадар болады. Балалар, бүгінгі сабағымыздың соңына да жақындадық. Алдарындағы кері байланысты ашып, бүгін мен білдім. Не білдіңдер? Соны жазамыз. Мен үйрендім. Не үйрендім деп? Қолымнан келді, қиындық тудырды деген жерлерге бір-бір сөйлеммен тез-тез кері байланыс жасай қояды. Мына парағымызды жазай қоямыз, тез-тез. Мен лайфхакты қалай жасау керек екенін үйрендім. Бәрі менің қолымнан келді. Маған ештеңе қиындық тудырған жоқ. Мен бүгін қалай лайфхакты жасау екенін үйрендім. Күтуді үйрендім. Қиындықта ештеңе кедергі болған жоқ. Қолынан лайфхак жасау келді. Ал балалар, сендердің жасаған кері байланыстарына, сендердің бүгін қолдарынан не келгенін, көп нәрсе қиындық туғызбағанын, біраз нәрсені үйренгендерін көріп, мен қуанып қалдым. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қолдарындағы стикерді, мына жерде тұрған смайликтер тұр. Ана бір смайлик. Бүгінгі сабақтан мүлдем қиналдым. Екінші смайлик аздап қиналдым.
мына жерде мен барлығын жеңіл шештім. Мына жерде барлығы тамаша болды. Қолдарында смайликті секірді, өздері қалаған смайликке жабыстырып қарай берді.